Ассалаумағалейкум ардақтаған қадірменді көрермен қауым, бұл Аладоп YouTube арнасы. Студияда мен Ермұхамед Мәулен. Сіздердің назарларыңызға Аладоп YouTube арнасында жалғасып жатқан осындай арагідік сұхбаттарды назарларыңызға ұсына отырамыз. Қазақстан чемпионаты, әлем футболы туралы біз Аладоп YouTube арнасында неше түрлі видеолар түсіріп жүргенбіз. Енді осы жолы сұхбат форматына қайтадан көшіп отырмыз. Біздің YouTube арнамызда біршама футбол бапкерлері, жанкүйерлері, футболдың айналасында жүрген азаматтар қонақта отырады. Сол секілді бүгінгі бағдарламамыздың, сұхбатымыздың қонағы Фазылбек Әбсаттарұлы. Фазылбек, жалпы эфирге қош келдіңіз. Енді сізді көбінесе мынау Фейсбукты жазбаларыңыздан көріп жатамыз, тұшымды пікірлер айтып жатасыз. Португалия футболы туралы пікірлеріңізді де оқып тұрамыз. Мынау қазір әлем чемпионаты отыр. Криштиану Роналдуды Португалияда өткенде өзіңіз шығарып тастаған екенсіз. Жалпы Португалиядағы жалпы футбол мәселесі туралы, балалар футболы туралы сөйлесек. Енді қазір сіз енді сол салада жұмыс істеп жатсыз ғой. Бірінші кезекте осы Португалияның әлем чемпионатына баруы, жалпы дайындық, Португалия мемлекеттің ішіндегі адамдардың тура осы мундиаль кезіндегі көңіл күйі қалай жалпы? Осы туралы айтып өтсеңіз. Енді олар үшін той ғой. Олар үшін той. Просто олар өте бөлек бір халық қой. Оны менің өзім мысалға 10 жыл араласып жүріп, әлі түсінбеген жерлерім бар, әлі түсініп жатқан жерлерім, енді түсініп жатқан жерлерім бар да. Оны қазір отырып мына жерде 1-2 сағатта оны түсіндіру мүмкін емес та. Мен мысалға 10 жылда зорға түсініп жатқан. Сондай жабық халық, оны түсіндіру өте қиын. Жалпы олар бұған той ретінде қарайды ғой. Енді футбол десе ішкенасын жерге қоятын ұлт қой. Бірақ олар біз көргендегідей емес қой, мәселе сонда ғой. Біз оны тек сыртқы көрінісінен қарап, бір ой түйеміз, шын мәнінде олар біз ойлағандағыдан мүлде басқа. Халық мүлде басқа, футболға деген көзқарасы. Олар біреуді жеңу үшін, сондай үшін ойнамайды олар негізі. Түсініктері футболға деген мүлде басқа. Олар өз кайфтары өздерінде рахаттанып, футболдан ләззат алып, әркім мен өзді. Ол бізде бір ойларымыз бар ғой, 180 градус мүлде басқа. Олар үшін, мысалы, даже оларда патриотизм өте біз ойлағандағыдай емес десем де, күлкілі да, мысалға бізге. Олар, мысалға, Португалияның туы жерде жата береді. Олар үшін норм. Бізде олай емес қой. Гимн ойнап жатқанда егер байқап қалғандарыңыз барша, енді бұл сыртқы көріністер арқылы сіздерге түсіндіруге тырысып жатырмын да. Біреу тұрмаса. Біреу тұрады, біреу отырады, біреу бүйтіп сақшен, біреу бүйтіп тұрады, біреу осылай тұрады. Тек анау недегі футболистер ғана енді бәрі құрмет көрсетіп тұрады. Атақ па халық өте еркін. Сондықтан бүкіл Португалия жаны күйіп тұр, бұлай жанкүйер болып жатыр десем, ол енді өтірік болып қалады. Бір қолында бокал, пивосы бар. Просто одан ләззатын алып жатыр. Ол кайфует, жеңді ме, жеңілді ме, жеңілді. Ана кеше байқадым да, португалиялықтар біразы осы әлеуметтік желіде салып жатыр, біраз Кабо-Вердеге жанкүйер екен ғой негізі. Солай оны түсіну қиын. Мысалға, мынау әлеуметтік желіде ақпараттық кеңістіктегі Португалия басқа. Сіздер мен байқаймын, анау Олжастан да байқаймын, ана айтып жатқан әңгімелерді, мынау жаңағы ақпараттан, интернеттен алған информацияларды алып отырған дейміз да. Қайдан алады енді ол? Оны бірақ сразу сезіліп тұрады да бізге ше. Негізінде бәрібір олар. Ол Қазақстанға да бәлет етіп жатса да таңғалуға болмайды да. Ақпараттық кеңістікте бірақ. Шын мәнінде олар мүлде басқа халық. Футболға деген түсінігі, подход, мүлде басқаша. Қаласа былай, тым еркін. Бірақ өткенде сіз салып аттыңыз ғой, шығарып салып жатты ғой, қаншама адам күшті болып жатты ғой, сондай бір керемет көріністер, мысалы. Енді ол бір 1000 адам дейікші.
мың адам, келді. иә, 1000 адам, енді ол достары, туыстары, сондайлар шығар. Атақ бүкіл Португалияда Ол негізі біздің түсінігімізде енді әлем чемпионатына ұлттық құрама барған кезде енді бүкіл ұлт болып ұйысып кәдімгі бізде мүлде басқаша ғой түсінік. көру керек қой деп ойлаймыз. Бірақ енді олар әрбір әлем чемпионатына бара бергеннен кейін де уже қызығы қалмаған сияқты ғой кейде деймін де. Енді ол әңгімеден әңгіме былай секіріп кете береміз, енді ол футболдан ауытқып кетеміз да. Мысалға Португал деген ұлтқа мысалға қазір қалай қарайсыз десем, оған Қазақстанда ешкім жауап бере алмайды. Мысалға егер мен сізге бір сұрақ қойайын да, Қазақстанда Португал футболының маманы бар ма? Португал азаматтар бар Қазақстанда жұмыс істеп жүр. Португал футболының маманы Қазақстанның азаматы. Жоқ, ол Нуну Каштур білем ғой. Ол енді Португал ғой өзі. Қазақстанда жүріп па? Жоқ, ондай адам. Ондай адам, в принципе, керегі де жоқ қой бізге. Неге? Деген ойдамыз да. Жоқ, керек қой. Ол неге керек? Өйткені біздің мынау размерімізге лайықтап футболды пішу керек қой. Ол мысалға Португалдың футболын алып келдік, мына жерге дәл сол Португалдың менталитетімен былай кіргізе салсақ, мысалға мен олардан көп нәрселер байқап қалдым. Мысалға ойларым бізге сәл түрпідей естілуі мүмкін. Мен көбінесе балалар футболындамын. Мен былай осыны бөліп алайықшы. Сразу. Өйткені мен мына футбол туралы айтсам, ол уже қате болып қалуы мүмкін, басқаша көзқараспен қарауы мүмкін. Мысалға футболды адам не үшін көреді? Ол развлекательный дейді ғой, қалай да? Сауықтыру. Сауық ретінде қарайды. Менің жүрген салам, ол балалар футболы. Ол сауықтыру емес. Не для развлечения ол. Ол балалар үшін. Бізде олай емес қой. Сол үшін бізде, мен мысалға Қазақстанда балалар футболында ата-аналарды мүлде ешқайда кіргізу рұқсат жоқ деп сразу сондай шешім қабылдап тастау керек негізі. Ол бала келді, өзінің сауығы үшін дейміз ба? Өзінің дамуы үшін. Өзінің развлечениясы үшін ойнау керек. Әйтпесе ана жерде давка бала сезеді ғой. Ата-аналардың айқай шуын. Енді Португалияда ол жақта мүлде сана бөлек қой оларда. Келді, екі команданың ата-аналар келді, бәрімен пиваны ішті, кайфтары өздерінде. Балалар мына жақта ойнап жатыр. Ол өздерінің кайфтары өздерінде. Ондай бізге болмайды ғой, мысалы, келмейді ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан Қазақстанның азаматы, Қазақстанның менталитетін білетін азамат, который Португалия футболының, мейлі кез келген Европа футболының маманы болу керек та, сонда ана жақтың Қазақстан футболын осылай дамытуға болады деп айтады. Сол үшін мен әдейі сондай сұрақ қойғаным ғой. Нуну Каштур мысалға ол Қазақстанның футболын дамытуға мынандай үлес қосуы өте қиын, өйткені ол Қазақстан менталитет білмейді ол тереңінен. Төрешілер комитетінің төрағасы. Жалпы Қазақстанда. Ол кісінің жұмысы да қазір біраз сын болып жатыр негізі. Ол өте ауыр және сонымен қатар ол басқаша ойлайды ғой. Ол бізге келмейді ғой. Сол үшін айтқаным ғой, осы жердің азаматы маман болды. Жоқ бізде. Мен осыны айтқым келді. Сіз балалар футбол дедіңіз, нақты қай жерде қазір қызмет етіп жатсыз Португалияда? Португалияда менің Брагалона деген футбол клубым бар, Брага қаласында. Біздің ер азаматтарымыз ол Аматор деген. Жас балалар, жеткіншек. Аматор деген жоқ. Әуесқой. Әуесқой дейді. Әуесқой. Қыздар командамыз, олар профессионал. Олар Португалияның 3-ші лигасында ойнайды. Сосын қосымша агенттік. Сондайлармен айналысам. Брагалонадан, Европа, Африкадан біраз қыздарды алып келіп, Брагалонада ойнатып, Францияның клубтары, Испанияның клубтарына біз трансфер саттық. Өзімізде енді бір ырымшыл қазақпыз ғой, Португалияның мықты деген агенттік компаниялар бар. Қазақша мағынасы енді арландар деген сияқты. Солармен мен партнермін қазір, Wolves Agency деген. Одан бөлек әлемде балалар футболында номері 1 халықаралық турнир бар.
ең ауқымды Иберкап деген. Соның амбассадормын. Солардың турнирларын ұйымдастырамын. Брага каптың ұйымдастырушысымын. Ол Брагалона деген клуб ол бұрыннан бар еді ғой негізі. Бұрыннан бар. Сіз сонда жұмыс істейсіз, иә? Мен жұмыс істемеймін. Соған жалғыз құрылтайшы еді, мен соған құрылтайшы болып кеттім. Екінші құрылтайшы. Сол кісінің орнына ма? Екінші құрылтайшы. Екі құрылтайшымыз қазір. Ол кісі кім деген кісі? Жозе Мануэл Перейра. Менің әріптесіңіз. Иә, партнер. Былайша айтқанда, серіктес. Иә. Қанша бала бар ол жерде, қандай инфрақұрылым бар дегендей? Брага қаласының муниципалитеті бізге бүкіл жағдай жасап отыр. Неге? Алаңдарды тегін. Сіздер частный дейміз ғой? Иә, жеке. Ол жерде барлығы жеке ғой. Клубтардың бәрі жеке, бірақ жергілікті муниципалитеттер сол клубтардың бүкіл жағдайын жасайды. Алаңдар негізінен тегін беріледі. Тегін? Тегін. Бізге мысалға Брага қаласы Брагалона клубына алаңдарды тегін беріп отыр. Балалардың қатысуы, енді сіздер жеке кәсіпқой клуб болғаннан кейін қаржы төлеп қатысатын шығар? Қаржы төлеп қатысатын бар, сосын ол жерде де бізге ұқсас жаңағы ваучер дегендер бар ғой. Сосын спонсорский. Демеуші. Демеушілер де бар ма сонда? Иә. Кішкентай балалар командасына? Ол жерде жұмыстың шектен тыс еркіндігі соншалық, мынандай бір рамка жоқ та. Мысалға, сізге мынандай да бір қызық айтайын, ол бізге қажет нәрсе да. Мысал ретінде айтайын, Брагалона клубының U-нандай командасы бар. U14 дейді. U14 командасы. Әр команданың жеке спонсор демеушілері бар, қажет болса. Мысалға, біз формаларымызды шығарған кезде өзінің бекітілген формасы болады. Соның қай жерде қандай демеуші тұру керек, барлығы логотип қалай тұру, бәрі бекітіліп болған соң бір жерді ғана бос қалдырады. Ол арттағы не үсті, не астыңғы орынды бос қалдырады. Осындай 4 бұрыш ас бос тұрады. Команданың аты, нөмір жазылады? Жоқ. Сөйтіп оны массовет таратып, бүкіл командалар бөліп береді ғой. Сонда әр команда сол бос тұрған орынға өзінің жеке демеушісін сол жерге магазиндері болады ғой. Әр клубтың өзінің магазиндері болады, дүкендері. Сол жерде бүйтіп жабыстыратын аппараттар бар ғой. Бүйтіп жабыстырады да бере береді. Бұл әр командаға да, демеушілерге де барлығына мотивация да. Негізі олардың системасы туралы айтатын болсам бар ғой, ол енді өте керемет нәрсе. Бұл бізге қажет нәрсе. Мысалға, U14 деп қалдық та әңгіме. Соның мысалға демеушісі бар ма сонда? Жоқ, бізде Брагалонада жоқ. Клубтікі бар. Негізі мен Португалиядағы жалпы үйренуге болатын системаны айтқым келді да. Көп клубтарда. Қазақстанда U14, U15 жастағы балалардың командасына ешкім демеушілік етпейді. Ол 100% нәрсе. Ол ешқандай мән мағына жоқ, пайда да жоқ деп есептейді. Жарнама беруші адам. Енді ол жерде компанияларға мотивация беріледі ғой. Мысалға, кейбір өкіметтің қолдаулары бар да. Мысалы, осынша салықтан босатыласы деген сияқты. Көрдіңіз, әлеуметтік жобаларға жалпы әлеуметке кіріссе, әлеуметпен ол жерде жүйе болай ғой. Мынау мемлекет, мынау халық. Сол екеуін тікелей байланыстыруға ортадағы несіз, делдалсыз, мысалға, компания тікелей бар көмектесетін жағдай жасауға тырысқан ғой негізі. Соның енді максималды дамыған түрін олар тырысады да былай. Сондықтан оларда футбол дамып жатыр. Мысалы, Брага деген негізі кішігірім қала емес пе? Өте кішкентай. 100 мың адам бар ма? 150 мың. Сондай. Сол жерде балалар футболының деңгейі сонда мықты болып тұр ғой? Өте мықты. Көп пе командалар? Өте көп. Өте көп. Мынау
қалай түсіндіріп айтсам, әр ауланың өзінің командасы. бар. Сосын ол Брага командасын білеміз ғой, Европа лигасын ойнап биыл көрсетіп жатыр. Одан басқа қандай командалар бар? Сагреш чемпионатында. Болмаса екінші жоқ, олар екінші, үшінші, сосын региональный сөйт кете береді ғой. Сосын әуесқой лигалар. Енді мен ол сандарын нақты білмеймін, нандай деп, бірақ енді саны өте көп. Өте көп. Мен ол былай жүйелеп, статистикалар жүргізіп, өйтіп көрген жоқпын. Сонда жасыл алаңдар мысалға тегінде сол кезекке тұрып, сөйтіп жазылып ала бересіздер ме сонда? Алаңның өзінің администраторы болады. Администратор соның барлығын кезекке қойып. Реттеп отыр. Реттеп отыр. Түнгі сағат 3-те мысалға мен футбол ойнағым келді. Жоқ, 10-11-де жауып қалады ғой. Түнгі 11-де. 11-ден артық. Ешкім алмайды. Өйткені алаң өте көп. Мысалға дейікті, енді біз әріптестерімізбен журналистер болып, ертең кешкі сағат 7-те футбол ойнауымыз керек. Сол кезде бір алаңды іздеп тауып алуымыз керек па сонда? Ертең 7-те бос. Егер қаласаңыз, бос болмаса ше? Бос тауып аласыздар ғой. Алдын ала беру керек. Точно табыла ма? Табылмай қалмай ма деген? Клубтар бар ғой. Клубтардікі жүйелі түрде уже бір жыл бұрын календар жасалады. Ол мейлі аула клубы болса да. Бір жылды календар жасалады, сол бекітіліп тастайды. Содан бос жерді былай қарайды. Вторник, четверг, пятница, 3 күн біздікі сағат 3-тен 5 бірақ енді мынандай да бір момент бар да. Мынау спонтанно бір құрылып команда ойнай салатын оларда почти жоқ қой. Өйткені бұрыннан қалыптасып қалған, сіздің ойнап отқан, сіздің кішкентайыңыздан ойнап келе жатқан командаңыз бар. Ол оның жылдық календары бар оның. Мейлі ол сіздің жасыңыз 60-70-80-де болса да. Оның күнтізбесі 20 жыл бұрын істеп келе жатқан дейсіз ғой. Сондықтан ол спонтанно бір құрылып, ондай жоқ. Бұлай бізде бір сөз айтылады ғой, бірақ оны біз мәнін түсіне алмаймыз. Футбол бұл өмір дейді. Сол өмір екен мен ар жаққа барып көрдім. Кәдімгі өмір, бүкіл өміріңіздің барлық тетіктеріне футболды кіргізіп тастаған ғой. Футболмен адам демалып жатыр, футболмен адам өмір сүріп жатыр. Футбол әрбір қадамда футболыңыз бар. Өмір деген сол екен, да? Португалияда. Бізде ондай емес енді. Мүлде басқа ғой. Мен мынау Лиссабонда соңғы 3 жыл тұрып жатырмын. Мен мынау Лиссабоннан мен 1-2 мысал айта аламын. Сіз Брагамен сұрап қалдыңыз ғой. Мен соңғы 3 жыл Лиссабонда тұрып жатырмын. Мысалға, қараңыз, Лиссабон қаласында премьер лигада ойнап жатқан бір қала. Неге мен Лиссабонды алғым келді? Себебі Лиссабон мен Астана, Алматы осы 3 қаланың шамалас халық сандары бірдей. 2,5-3 миллион ба? 2 мен 2,5 миллионның арасы. Лиссабонда 2,5 миллионнан артық емес. Орталық осынша дейді, пригородтармен. Кашкайшты қосқанда ма? Ол пригородтар ғой енді оның бәрі. Кашкайш, Эшторил, Одивелаш, Амадора, солардың бәрін қосқан кезде. Қараңыз, сол Лиссабон қаласында мен сізге санап берейін. Алверка, премьер лигада ойнап отқан. Спортинг, Бенфика, Эштрела, Касапия, Эшторил. 6 команда. Бір қаладан 6 команда ойлаңыз. Екінші лигада, енді оларда бірінші лига деген сол не ғой? Премьер лига ғой. Екінші лигада 15 команда ойнайды, бір қаладан. Сол кете береді ары қарай. Ол анау системасы, енді мен балаларым ойнап жатқандықтан, мен оны көріп отырмын да, бір серияда, менен астынан санап берейінші, бір серияда 12 команда бар, ал ол бір серияда 12 команда болса, ол жерде кемінде 12 серия бар. Сонда оны 12-ге көбейтесіз. Ол бір апураменто дейді. Ол апураментодан шықсаңыз, мына жақта тағы 7 апураменто. Оның арасында чемпиондар ойнайды да, сөйтіп барып, екінші дивизионға көтеріледі. Ол екінші дивизионның чемпионын анықтайды. Одан кейін барып. Көріңіз, система өте. Бұлай біздің тілмен айтқанда бір 5 лига бар екен онда. Мен детскийді айтып жатырмын да. Мен детскийді айтып жатырмын. Мынау кәдімгі кәсіпқойлар ше.
кәсіпқойлар да дәл соған ұқсас. Ұқсас, Дәл соған ұқсас. Балалар саны енді қалай? Біз мысалға Қазақстанда айтамыз ғой, 5,5 миллион бала болды, 1 миллионға жетіп қалдық. Футболмен айналысып отқан балалардың саны Қазақстанда. Қазақстанда мен білмейді екенмін. Қазақстанда сондай, негізі статистика бойынша 1 миллион 100-ге жетіп қалды. Португалияда білмедім қанша миллион. Енді қанша миллион бала болса, оның кемі жартысы қатысады ғой. Өйткені доп теппейтін бала жоқ ол жақта. Өте ең танымал ойын болып тұр ғой Португалия. Бір қаланың футбол командалары мен жалпы футбол жүйесі Қазақстаннан асып кетіп тұр ғой. Бір Лиссабон қаласы. Ойлаңыз. Өте тамаша. Енді жалпы мына балалар футболында бізде проблема көп деп айтып жатамыз ғой, мына балалар бапкерін көріп қалсаң болды, мен ұстап алады да неше түрлі қиян кескі әңгімелерді айтады. Адам шошитын әңгімелер де бар ішінде. Кейбір бапкерлер айтады, бізге федерация тарапынан ешқандай нұсқаулық бермейді. Мен мысалы миыма не келеді? Бавария Мюнхеннің жүйесі бойынша жаттықтырып жатырмын дейді мысалы. Оны ешкім оған әңгіме айтпаған, жалпы осылай. Біреу өзіне миына келген істеп, біреу әлі кеңес үкіметімен жүр дегендей. Осы жағынан онда бір нұсқаулықтар, бір стиль бойынша бар ма Португалияда бір осындай жаттығулар болу керек деген секілді? Енді ол профессионалды футболда бар. Ал жалпы былай олар негізі бар ғой, профессионал футбол айналысқылар келмейді негізі халық. Олар егер профессионал болса, олардың өздерінің ішінде де проблема бар. Португалияда. Мысалға, бір мысал айтайын сізге. Екі мәселе, мысалға, мен көзімді шалып қалды да, жалпы сол қоғамда жүрген кезде. Біріншісі менің балалар футболындағы. Ол еркектердің басымдығы көп айтылады. Неге қыздар көп қамтылмайды деген сияқты қыз балалар бар ғой. Бізде бұл баяғыдан бар ғой проблема. Ол жақта да бар. Бізде футбол жоқ қой негізі, балалар футболы жоқ бізде. Қазақстанда ма? Қазақстанда балалар футболы жоқ қой ол. Атымен жоқ ол. Иісі де жоқ оның. Ал ол жерде футбол бар дегеннің өзінде ана проблемасын қарасаңыз айтып тұрған. Қыздар толық қамтылмайды дейді да жаңа. Екіншісі, футболдың шектен тыс бизнеске айналып кеткендігі. Бұл футболдан удовольствияның несін қашырып жіберді. Дәмін. Бизнес араласып кетті, көп араласып кетті дейді да. Олар соны көп талқылайды. Өйткені олар 14-15 жастағы балаларды уже сатып атқан шығар бір-біріне. Айлық алып жатыр. Балалар. Кейде бізге де бұлай тип кететін жері бар, жаңағы бір 12 жастағы баланың Порту қаласында менің өзім барып көрдім. Украинец бала соғыстан қашып барған әке-шешесі. Содан сол жерде 12 жастағы бала бүкіл отбасын асырап отыр. Оған 12 жастағы балаға Порту футбол клубы 2000 евро айлық қойыпты. Жалақы. Ол кішкентай балаға қоюға болмайды ғой, әкесіне жазған шығар. Бірақ мен оның кейіннен былай сұрастырып көрсем, оны клуб төлемейді екен. Оны бір демеуші төлеп отыр екен. Оларда демеуші деген жүйе өте жақсы дамыған ғой. Бұл жерде мен айналып жаңағы сұраққа келейін дедім да. Мынау барлығын ақша шешеді ғой негізі. Мынау қай кезде былай идея өміршең болады, ол идея ақша табыс түсіретін болса, сол кезде өміршең болады. Сол емес па? Сондықтан ақшаң еш шықса болды ғой, арға еліне бақ бете береді өзіне. Просто анау қалай айтушы еді жаңағы футболды осы бір жан тәнімен жақсы көретіндер бар ғой. Табыс керек емес. Солардың идеясы ғой мен айтқаным. Бірақ мен мына тарапты дұрыс көрем да. Өйткені сол арқылы профессионал футбол дамып жатыр. Енді әрине таяқтың екі ұшы болады енді. Олар мына жақтағы проблеманы айтады да. Мынау футболдың дәмін қашырып жібердік деген сияқты. Олар профессионал футболист дайындағысы келмейді. Зачем дейді? Давай оданнан наслаждаемся деген сияқты ғой.
футболдан ойнайық, душқа түсейік дегенде ғой. Иә, сол. Жамбыл Смақов айтпақшы. Ойнайық, душқа түсейік. Жүйесі бойынша дейсіз ғой. Енді қараңыз, мынау жаңағы әңгіме бізге енді ол жақтың Португалияның ішкі проблемасы қатты қызық емес. Біздің өзімізде де ондай проблемалар көп қой. Сонда бұл жерде жаңағы 14-15 жастағы балалар жаңағы сатуға болады, неше түрлі нәрсе істеуге болады деп отырсыз ғой, енді жалақы алатындар бар. Осының ортасында біздің қазақтың балалары да барып, Португалияда ойнап, көзге түсіп, мықты жаңағы Спортинг, Лиссабон, Бенфикаларды ойнап, біздің ұлттық құраманы көмектесіп, алға жетелеп, әлем чемпионатына шығаратын жалғыз жол сол болып тұр ғой ол. Басқа жол жоқ. Иә. Соған енді қараңыз, қазақ балалар бар ма сол жақта Брагалонада? Жалпы Португалияда көп дейді ғой. Қазақ балалар ма? Иә, қазақ кәдімгі. Түрі қазақ, иісі қазақ балалар. Ойнап жүргендер бар ғой, көп балалар, әке-шешелер. Өте аз. Португалияда өте аз. Саусақпен ғана бір 2-3 баланы ғана санап бере алам. Жоқ, ол қандай деңгейде ойнап жүргенде айтып отырсыз? Менен бөлек бір 3 бала дейінші, максимум. 3-ақ бала бар. Болды. Бүкіл Португалияда ма? Бүкіл Португалияда менің апарғанымнан бөлек деп отыр. Сіз қанша бала апардыңыз? Мен апарғандарым, мен қазір 6 бала ойнап отыр. Қандай командаларда? Эштрелада, Белененшесте. Сондай клубтардың структурасында, ФЦ-ларында жүр ғой, былай айтқанда. Енді 14, 13, 14, 15 жастағы балалар ғой. 3 жас осы. 13, 14, 15 жастағы. Ішінде бар ма талантты балалар енді? Енді үміт күтіп отырғандар бар енді. Мен енді бұл Португалиядағы жоба, бұл сонша бір табыс түсіретіндей жоба емес бұл. Бұл болашақта. Енді 6 баланың біреу қатты ойнап кетіп, порту сатып алатса ертең. Жақсы емес Құдай қаласа, иә. Сіздің де еңбегіңіз ақталмай ма? Осы 2030-ға дейін мынандай бір өзімнің жаңа жеке мақсат, арман ғой енді. Португалия мен Испанияда әлем чемпионаты болады ғой. Марокко кубогы. Сол жерге бір Қазақстанды шығару. Сол үшін мен осыдан 3 жыл бұрын сондай бір мақсатпен шыққам негізі. Алдын ала жоспарлы сол жерде футболистер дайындайық деп, сосын әлем кубогы өтетін болды. Сонымен жаппай сол жақтарға жіберу жолдарын тауып, өйткені өте қиын. Өте қиын. Апару ол мүмкін емес негізі. Соны мүмкін жасап, қазір тағы да сол ары кетсе 7-8 балағаны апарат жармын, одан артық емес. Одан көп емес. Сосын апарып соларды орналастырып жүремін да, негізі мен бұның бәрі екінші планға кетіп қалайын деп тұр. Негізі мен Америкаға кетіп қалам. Португалияда осымен мен бір патологы 15 футболистке шейін келіп тоқтаймын да. Сосын бар, олар енді 2-3 жылда шығып ойнап, сонымен әлем чемпионатын алып шығатын шығар деген бір үлес болатын шығар деп. Америка туралы қандай ол жоба? Америкада енді ол таза бизнес жоба. Табыс түсіру, өйткені Америкадан сондай бір... Ол жақта да футбол мықты дамып жатқанға ұқсайды ғой? Енді дамып жатыр екен. Португалияға деген олардың мамандарына деген қызығушылық өте жоғары екен. Біз енді ішінде жүрген соң онша білмейді екенбіз. Португалияның маманы десе, олар алтын сияқты. Криштиану шығарған жер деп ойлайды ғой. Бағалайды екен ол жерде. Сосын оның тағы бір себебі бар екен. Мынау Атлант мұхитын екіге бөліп отыр олар. Жартысы ашық. Байланыс бар, дипломатиялық қарым-қатынас бар. Көрші ел десеңізші бұлай. Көрші ел. Сумен көршілес болып тұр ғой. Мен Атлант мұхитының ортасындағы аралдарға жиі барам ғой. Сол барған кезде турнирларында Американың командалары өте көп қатысады. Сөйтсем мұны көрші аралдың командалары екен. Тамаша, жаңа Азор аралдары ма? Мадейра аралында қалай екен Криштиану Роналдудың туған жері? Ескерткіш бар дейді ғой Криштиану. Аэропорты Криштиану Роналду атындағы әуежайымыз онда? Масқара. Джордж Бест атындағы әуежайда ғой? Негізі футболды жаймендеп,
бізге өмірге кіргізіп жіберу керек қой. Мынау әр аулада табыс түсіретін, туризмге, оның түбі туризмге алып келетін, жергілікті бюджетті толтыратын. Мысалға Португалияда дым жоқ қой. Жер асты үсті қазба бәле ештеңе жоқ. Сол футбол және туризм. Футбол бұл негізгі мемлекеттің табыс көзі. Енді ойлаңыз. Сондай деңгейге шейін шығарып отыр олар. Керемет. Мемлекеттің негізгі табыс көзі. Қадағалауында десеңізші. Әр ауылдың бюджетін мынау футбол қалай бюджетті толтырады. Сондай жүйе құрып қойған ғой. Көрдіңіз бе? Тамаша. Енді соның арқасында қазір мынау португалиялық ұлттық құрамада жүргендер, жалпы ілінбей қалған португалиялық футболшылар өріп жүр бүкіл Еуропада қазір. Кез келген Еуропаның бір клубын ашсаңыз, ішінде бір португал жүреді. Баяғы бразилиялықтар сияқты. Қазір сербтер мысалы. Қазақстанда да бар. Қазақстанда да кез келген клубты ашсаңыз, бір португал шығады қазір, іздесеңіз. Санына қарасаңыз, өте кішкентай бір ел. Қанша халқы? 10 миллионға жетер жетпес. Масқара. Екінің бір футболист сияқты онда таза. Бүкіл Еуропаның клубтарын бәріне таратып берген. Жауан Невештерді. Сондай, керемет. Ол жақтың енді сонда балалар футбол мықты болып тұр ғой демек? Өте мықты. Жүйе өте. Енді салыстырмадан шығады ғой барлығы. Мен мысалға, мен балалар футболында жүрген соң, Еуропада қай елге барып дамытамыз деген сұрақ туындайды ғой бірінші. Сөйтіп мен кезінде Швейцарияда бір мамандармен кездескем. Сол маман қазір қайда екенін білмеймін. Ақжол Құрманбаев деген балалар болатын. УЕФАда жұмыс істеді. Естідіңіздер ме? Жоқ. Соны көбі білмейді. Сол УЕФАда өте мықты жобаларда жұмыс жасаған бір қазақ бала бар еді. Солардың барлығымен ақылдастық, зерттедік, сөйтіп барып Португалияға тоқтағанбыз біз. Осыдан 10 жыл бұрын сол кезде мамандар айтқан маған. Мыналар ертең болашағы өте мықты, өйткені бұлар жақсы бір жүйе, кішкене фундамент жақсы құйды бұлар деген сияқты ғой. Соның нәтижесін қазір көріп отыр. Енді бұлар менің алдағы жобам, былай мынандай болжамым, біраз шайқайды бұлар. Әлі де тоқтамай таланттар шыға бере ме сонда? Бұл әлі шет жағасы. Үлкен бір монстрға айналып келе жатыр. Үлкен монстр бұл футбол. Әлем чемпионатының қатарынан жеңеді. Франция секілді дейсіз ғой. Ол әлем чемпионаты емес, бүкіл әлемді. Оны мен тілмен жеткізе алмай жатырмын. Клубтары ше, бірақ клубтар мысалы Бенфика, Портудалар. Енді біз мысалға басқаша көзбен қараймыз ғой. Мысалға былай қарасаңыз, Еуропаның кез келген клубында бір португалец табасыз. Былай қарасаңыз. Былай қарасақ, топ клубтарында деңіз. Жоқ, бүкіл клубтарында негізінен қай клубқа барсаңыз да португал жүреді. Түркияға барсам да португалистер жүреді. Кеше Геншілер Берлине барсам, бір португалист жүр тағы да. Мысалға да. Рауль Мейрелештер жүр ғой Португалияда. Ат жөндерді ұмытып қалдым мен, бір-біріне ұқсас қой, содан шатасам кейде. Біз енді басқаша қараймыз ғой біз. Біз мысалға Реал Мадрид, Англияның клубтармен салыстырамыз да біз. Манчестер Юнайтед қазір Бруно ұстап тұрған. Мысалы енді PSG-да португалдар ұстап тұрған. Жауан Невеш, Витиньялар. Айналып келгенде мен мынаған таң қалдым. Қандай ситуацияда болмасын, мысалға топ қанша клуб футболистерді алып қараңыз, футболистерді. Мысалы клубтарды да алып қараңыз, футболистерді де алып қараңыз, топ футболистерді. Мысалға Ямалдың менеджері португалист десем. Сондай ма? Көп адам, білмеймін. Анау баяғы атақты Мендеш бар еді ғой? Джордж Мендеш. Солардың ішінде емес пе? Компаниясына кіретін шығар, может? Агентский несі бар ғой компаниясы. Тамаша. Енді сонда деймді, біз айтып отырсыз, Португалияны зерттеуіміз керек, сол жаққа апаруымыз керек. Біз мемлекеттік бағдарлама құрмасақ та, мемлекеттік бағдарлама құру қазір
өте қиын ғой жалпы Қазақстанда. Бір жоба жасап, осындай бір акция ұйымдастырып, осы Қазақстанның ішінде таланты деген бір 13 жастағы бір 7-8 баланы алсақ, оған біреу демеуші болса бір компания, сөйтіп апарып жатқыза салсақ, сол жақта жатады, оқиды, бәрі бар ма условиясы, жағдай? Енді алғашқы жылдары бір жыл келген тарап өзі қаржыландырады. Өйткені ол жерде құжаттамалық проблемалар бар. Өйткені ол жерде резиденс карт алмай тіркелу ол мүмкін емес. ВНЖ сияқты ғой? Иә, сол резиденс карт деген сол ғой, ВНЖ. Ал ВНЖ алу үшін кемінде бір жыл уақыт кетеді. Сондықтан оны алмай, оны тіркеле алмайсыз. Сіз 6 баланы апардым дедіңіз, ол қалай жүйе бойынша? ВНЖ алып, заңды түрде? Иә, бәрі заңды түрде. Мысалға дейік та, мысалға осы біздің YouTube арнамыздың бір оқырманы, көрерменнің баласы бар дейік. Жасы 13-те, күшті ойнайды осы, Астанада ма, Қостанайда ма бір жерде тұрады дейік. Сол Португалияға бару үшін қандай мүмкіндіктер керек, қанша ақша керек жалпы бір жыл барып жатып қайтқанның өзі, оқығанның өзі? Енді ол жерде былай өмір сүруді көп адам енді біледі ғой. Бір айда 1500-2000 евроның айналасында шығын кетеді. Пәтерді қосқанда ма? Барлық, бүкіл шығын. Ішінде құжаттамалары бар. Адан яға дейін бүкіл шығындары. Айына 2000 евро деп санасақ, сонда 12 ай өмір сүретін болсақ, 24 мың ақш евро керек. 24 мың деген 12 миллион теңге. Болады, бұл ақтайды сосын. Ол дымда емес ол. Ол жаққа барған кезде просмотрдан өтпей қалып, бір түрлі бірдеңелер болмайды? Жоқ. Осы жер қызық. Бізде жаңағы сондай ой бар да, ал ол жерде ол мүмкін емес нәрсе. Өтпей қалу деген. 100% алынып тұр дейсіз ғой. Ол жерде мысалға миллион деп былай дөрекілеп айтайыншы, миллион команда бар. Ана деңгейдегі былай бөлінеді ғой деңгейлерге. Мына деңгейдегі клуб алмаса, мынау алады, мынау алмаса, мынау алады, одан төмен алмаса, одан төмен алады. Кете береді. Иә, ол біреу алады оны. Ол мүмкін емес нәрсе да. Сондықтан ондай проблема жоқ. Бұл жерде ең бастысы анау жүйеге кіру ғой. Жүйеге кіру. Жүйеге былай баланы кіргізіп берсеңіз, маған өте қатты ұнайтыны былай адамның бір жұмыс істеп отқан кезде бір удовольствие алу керек қой. Рахаттану керек қой. Бала ойнаса ше, жол деген ашылады ғой. Деген рахат. Жан-жақтан бір ұсыныстар келіп жатса, бір ішің рахаттанып қалады бар ғой. Біреу мынандай ұсыныс айтады, біреу мынандай ұсыныс айтады. Мына балаңызды маған бере тұрыңызшы, мынандай ұсыныс айтады. Мен сосын кейде бір құтыла алмай қаласың жаңағы бір. Жабыс болады бір клубтар жаңағы. Бүйтейік, сөйтейік деп жаңағы. Ешқандай сылтау таппаған соң, ол алыс десем, маған жеке балаңызға дейді, жеке машина береміз. Мен сол бала қазір барып ойнап жүр. Сіздің бір балаңыз алып келген Қазақстаннан, иә? Шек жоқ ол жерде. Кім қалай қалайды? Мысалға біреуге стипендия тағайындаймын, тағайындайды. Машина тағайындаймын, машина тағайындайды. Кім қалай қалайды? Ол жерде ондай бір шек жоқ. Баланың футбол ойнағанына қызыққанына байланысты ғой енді сол. Бала ойнаса ше, жан-жақтан ұсыныстар түседі ғой. Мынау былай жасайық, мынау былай жасайық. Өйткені бизнес қой. Достарыңыз да көбейе бастайды. Бір рахат алады. Араласатын адамдар қаптап дейсіз ғой. Енді кофе ішейік жүріңіз. Бір қызық жағында айтайын. Мұнан айтпасам ол болмайтын сияқты. Мен жаңа ойландым да, келе жатқан кезде мұнан айтайын мен міндетті түрде. Кейде бәрін бірақ тастап кеткім келеді. Мысалға мен Америкаға кетіп барадым. Кейде қазақ балалардан да үмітімді үзгім келеді да. Осыны айтқым келеді. Неге екенін білмеймін. Именно осы қазақ халқы да, бұл Португал емес, не басқа ұлт емес. Именно қазақ балалар, өзбек балалар емес. Ол жақта өзбек балалар да бар. Міндетті түрде. Сәл ойнай бастаса, жан-жақтан ұсыныстар келе бастаса. Болдым мен деймін. Болдым. Мен пісірші қаусақ болдым деймін. Кішкентай балалар, мен кезінде апарып, былай ұстап жүрген балалар менімен амандаспай қалғандар болды.
Масқара. Өте қиын. Қалай сөзбен жеткіземін білмеймін. Мына осы ойнап отқан баланы мен кезінде алып келгенмін десем, ешкім сенбейді ана. Анау бәрі менің өзім болған. Менімен амандаспайды. Мен мысалға бір нем болса, мойындаймын да, ол жоқ мүлде. Чтобы әңгімені қысқарту үшін айтып отқаным ғой. Мен өз балама жасамаған жақсылықтарды ана балаға жасаймын ғой. Білмеймін неге екеніміз сондаймыз. Біз сондай халықпыз ғой. Сондықтан бұл нәрсе футболист болуға нөмір бір кедергі. Өйткені ол жерде адами қарым-қатынастарға португалдар ешқашан бетке айтпайды. Ешқашан ойын айтпайды. Ешқашан мынау ішіңдегі ойыңды білдіріп қойдың ба? Мысалға, қазір сіз мен ішімде ойымды біліп тұрсаңыз, значит мен әлсізбін деген сөз. Көрдіңіз бе? Бүкіл сырын ақтара салды деп па? Ақтару емес. Мен мысалға сондықтан олар жаңағы ішін қандайдан былай жабық халықта. Оны біз біле алмаймыз аны. Сондай психологиялық, менталдық жағынан өте мықты халық. Сондықтан біз оны шеше алмаймыз. Біздің балалар енді соны үйренбеймін мен сол жерде жүріп. Білмеймін, осы проблема бізде, білмеймін, мен өзім басым жетпеді осыған. Осыны мен өзім шеше алмадым. Осы нәрсе нөмір бір кедергі болып тұр маған. Біз енді мынау жаңа өзбек балалар демекші, Шомуродовтардың сұхбатын көреміз ғой енді ютубта. Солардың айтып отыр ғой, енді Европаға бардым, Ромада ойнаған кезде, Дженода ойнаған кезде бүкіл сана сезімім, өмірге деген көзқарасым өзгерді. Итальяндықтардың футболға деген тренировкаларын көріп дейді. Бахтияр Зайнудиновпен сөйлеседі ғой екеуі. Мен қасында отырғанмын ғой, сол кезде айтады. Мына жақтың жаттығуы, біздің Ресейдегі жаттығу әшейін разминка дейді. Маналар масқара жаттығу жасайды 1,5 сағат тоқтамай. Болды, содан кейін білген істеп жүре береді. Бірақ күніге 1,5 сағат жаттығу жасайды екен. Сапада ғой. Сапада ғой. Мейлі 10 минут жасаса сапалы жасайды да. Енді мысалға анандай жаттығулардан кейін енді оны айта алмаймын. Жаңағы қазақ балаларының Европаға, Португалияға барып оқуын мен былай көзқарасым сіз қиындатып жіберген сияқтысыз. Мен ешқандай преграда көріп тұрған жоқпын мысалы да. Ақша болса бәрін істеуге болады ғой деймін де. Жаңағы резиденс картты да алуға болады. Оп-оңай барып 13-14 жастағы. Просто бір ғана мәселе ағылшын тілді мемлекетті ол Португалия негізі. Ағылшынша да мектептер көп емес пе? Жоқ, ол жерде барлығы португал тілді. Да? Халық ағылшын тілін жақсы білмейді. Частный мектептер бар шығар ағылшын тілінде. Жоқ, бұл жерде тіл мектептен алып тастайықшы. Ондай проблема жоқ. Ондай проблема жоқ. Енді мен сізге бір қарсы сұрақ қойын. Бәрі оңай. Неге ешкім бармайды? Алыста просто білмейді, информация жоқ. Жоқ, одай емес. Бізде көбісі Испанияға баратын білем әйтеуір. Испанияға барып қайтып келіп жатады ғой. Таррагона деген сияқты жерлерге барып. Енді ол бөлек тақырып болып кетеді. Ол таза бизнес. Испания, Германия, жалпы Португалиядан бөлек мемлекеттердегі балалар футболы таза бизнес. Оны 30 жыл уақыт көрсетті. Ешкім ойнаған жоқ профессионалды түрде. Олар жаңағы келеді дегенде, Д деген командасын ақ қояды екен, ол сол жерде 2 жыл жүргенде карьерасын аяқтайын отқан, сыға өтеді деген болды, сомен қайтып келеді екен. Ол бөлек тақырып, оған мен кіргім келіп тұрған жоқ. Ерсін деген кісі болды ғой, осы маған сұхбат берген осы тура осы студияда. Оны кісінің баласы жақсы ойнаған, Испанияда болған, ол басқа да балаларға көмектескен деген секілді. Сосын Саят Надырбек деген ағамыз бар ғой, ол кісі Францияда Брестта бір командада жүр. Ол кісіге де сіз көмектесіпсіз баласын, қай жақта? Брестте қазір. Жоқ, Португалияға ұнамады дейді ғой что-то кішкене, Жоқ, өзі Саят деген ол ағамыз жалпы футболды түсінбейді. Футболды неге білмейді, ол мүлде футболдан хабары жоқ кісі. Саят Надырбек. Ұлдары бірақ әңгіме жоқ, Эмиль, Нұрасыл өте жақсы ойнайды. Ол менің шақыртуым бойынша, Брагалона футбол клубының шақыртуы бойынша Португалияға келді. Просто ол өзінің жеке проблемалар, жеке өзінің. Соған байланысты Францияға кетті. Бұл жерде футбол клуб нелер вообще мүлде қатысы жоқ. Қазір керісінше 4 аяқтап болса да Португалияға барар едім деп тұр. Қазір сондай жағдайда қазір. Бұл басқа не жаба салайық. Португалияда ол балалар футболы бұл әптен дәлелденген
өте мықты, біз сол жаққа баруымыз керек, дайындауымыз керек, бірақ ешкім бара алмай жатыр, дайындай алмай жатыр. Өйткені көзге көрінбейтін проблемалар бар. Ол сіз ойлағандағыдай оңай емес, керісінше өте қиын. Егер мысалы маған оңай болса да, мен де жаппай балаларды сол жаққа апарар едім. Мысалға, мен сізге бір әңгіменің бір шет жағасын ғана шығарайын. Дәл мен сияқты жұмыс істеп, мен ол адамды танитын едім. Тағы да ол Португалияда өте беделді адам. Өте беделді адам. Мен аты жөнін айтқым келіп тұрған жоқ, өйткені ол беделі президенттен мықты тұғын. Португалияның. Ол менің жақын досым болды. Өте керемет адам, бірақ заң оны кешірмейді, тыңдамайды. Қазір түрмеде. Неге? Өйткені кәмелет жасқа толмаған балалармен жұмыс істеудің өте қиындығы проблема. Балалар саудасы деген статьямен. Эксплуатация дейсіз ғой кәдімгі. Ал мынадан кейін кім жұмыс істегісі келеді? Көрдіңіз бе? Дұрыс. Сондықтан сәл бұл жерде қате кетсе қиын. Миллиметр қате кеттіңіз, болды түрме. Сондықтан керісінше бұл өте қиын. Істей алмайды. Негізді бұны жасай алмайды, бірақ сол жасай алмайды. Енді мен қазір мен айтсам бір өзім бір батыр сияқты көрініп қалам да, оны айтқым келмейді. Сосын жаңа Иберкап дегеніңіз ғой, өткенде біз жарнамалап салып жатырмыз. Осы Арландар деген команда барып жатады ғой жыл сайын. Ертең кетіп бара жатыр тағы да. Иә, соны қалай ол жарысқа басқа командалар бара ала ма Қазақстаннан? Шығыны, жатын жері, самолет кім алады оның бәрін? Әр команда өз төлейді. Әр команда өз төлейді. Егер мен арқылы баратын болса, жарты ақшасын төлейді ғой. Жеңілдік. Мысалға, негізі 380 мыңдай бір балаға. Енді ол коммерциялық жоба ғой, негізі түбі. Табыс табатын. Ал мен арқылы баратын болса, бір 170 евро ғана төлейді. Адам басына. Сондай. Ол енді жатақ жері, кампус бәрі бар, е? Система жолға қойылған. Әлемде енді нөмір 1 ғой, өте ауқымды. Балалар арасында. Өте ауқымды. Әлемде 140-та елді қамтып отыр ғой. 140-та елді қамтып отыр. Енді сол жарыста бір жүлде алып, бір көзге түскен қазақтың балалар бар шығар, Арландар? Жоқ, ол жерде жоқ. Көзге түсе алмай жүр. Қиын, ол жерде. Өте қиын. Деңгей қиын. Деңгей жетпейді ғой. Бұл жерде дайындау мүмкін емес екеніне көз жеткізгеннен кейін, бұл жерде футболист дайындап шығардық деген ол өтірік әңгіме. Бос әңгіме. Ол бос әңгіме, ол өтірік, ол мүмкін емес нәрсе да. Мысалға деймін да, біз енді Дастан Сатпаев деп мақтанып жүрік қой, шығып жатыр Құдайға шүкір академиядан. Бар ойнасыншы, сосын барып. Челсиге баратыр, ертең 26 күн Лондонға. Барсын, ойнасын, жолы ашылып кетсін, бағы ашылып кетсін. Сол ойнаған соң барып қана оны талқылаған дұрыс та. Әлі ойнаған жоқ қой. Сол деңгейге жеткенің өзі біз үшін зор мәртебе отыр ғой, уже кәдімгі Челси алды деген. Енді мен бір нәрсе айтайыншы, ешкім білмейтін нәрсе да. Сол Қайрат командасы Спортингпен ойнауға Лиссабонға барды. Мен сосын сол жақта балаларыма звондадым. Анау ағаларың бара жатыр. Күтіп алыңдар аэропорттан. Бір 5-6 бала, өзімнің балаларым ғой. Плакат жазып. Сон бардыған, күтіп алған жандарында жүреді ғой. Маған жыларман болып тұр сондай. Ағай, бізді қайда жібердіңіз дейді. Қайда? Не болып қалды? Өзіміздің қазақтың командасы ғой Қайрат. Анау құсқысы кеп тұр ғой. Кеше ғана барған балалар уже Португалия мәдениеті, менталитет үйреніп қалды ғой, ар жақтың футболына. Өмірге үйреніп. Мысалға, менің өзімнің балам Эштрелада ойнады да, Эштрела Амадора бар ғой. Сол жерде анау Наниді менің өзімде көріп жүрмін оны. Ол өте простой, қарапайым. Ақтөбеге келіп жұлдыз болып отыр. Жоқ, ол жақта да жұлдыз ғой негізі. Бірақ енді ондай 1000 жұлдыз бар ғой оның. Сосын олардың түстіктері де бөлек қой, ол мен жұлдызбын деп жүрмейді ғой. Қарапайым барлығы. Шектен тыс қарапайым. Мен Португалия барып көріп жүрген болсаңыз, бүйтіп жүрген бір Португалды көрмеген шығарсыз. Өте қарапайым. Соған аналар үйреніп қалған ғой бірден.
Қайратты күтіп алады ғой. Әуежайдан. Енді ана өздері некомфортын сезінген ғой. Амандасып айтты. Уже бір сол кездер бір сондай бір атмосфера болды ғой бізде жаңағы спорттың жаңағы. Аяқ асты көтеріліп кеттік деген ме? Лига чемпионға қатысып жатыр. Енді ананы сөзбен жеткізе алмаймын. Енді сондай бір құсық, сондай бір жеркенішті атмосфера, ана балалар маған, балалар өтірік айта алмайды ғой. Балалар сезеді ғой. Балалар бәрін көріп тұр ғой. Менсінбеді бізді деп тұр ғой. Ағай, бізді қайда жіберіңіз? Ағай, бармай-ақ қояйықшы енді дейді ғой. Мен қызмет жасаңдар. Аналар негізі мына балаларының деңгейі бар ғой, мынау жаңа Қайрат академиясының түлектерінен 10 есе жоғары негізі бар ғой. Аналар дата көсем мынандай бар ғой. Енді кешірсінші. Өйткені аналардың жасаған ана бүйтіп тип кетті де бәрімізге ше. Балаларға да тип кетті, маған да тип кетті. Мынандай нәрсе көрсетіп тұр да олар ше. Деңгейін көрсетіп тұр да. Менің балаларым ағылшынша, португалша сөйлеп тұр. Сайрап тұр, тіл біледі. Аналар даже тіл білмейді ғой, байғұстар. Қасында жаңағы енді мен аудармашы болыңдар, көмектесіп жүргендер, как волонтер ретінде. Онана Қайраттың сол директорын айтып қойғам, солар білет бәрін. Соның өзінде жаңағы біз айтып отқан жұлдыздар дейікші, аттарын айтпай. Ана балаларға адам ретінде қарамаған ғой. Ойлаңыз. Енді ол сондай уже деңгейін біз біліп тұрмыз ғой. Содан кейін ол ар жаққа барып, білмеймін ол қалай болады. Ментально дейсіз ғой. Енді кім біледі енді өз өмір өзгерте жатар. Тура сол күні самолеттен шаршап келген шығар еді, бір кешірім. Жоқ, олар енді жандарында сол 1-2 сағат емес қой. Біраз жүрді ғой жандарында. Барлық жағынан түсінуге тырыстық қой, бірақ енді ана бала ғой. Көңілін қалдырды ғой. Өкінішті әрине. Енді жалпы осы сұхбатымыздың соңында біраз әңгімені айтып жатырмыз, біраз мәселенің шетін қайырып жатырмыз. Жалпы осы Қазақстандағы балалар футболы әлі де болса сізден танитын адамдар бар, осы айналада жүргендер. Жалпы сыртта жүріп қандай деңгейде деп ойлайсыз? Қазақстанда мына балалар футбол проблемалар қандай деңгейде? Қазір мына стадион бағанада 1-2 сөзбен түйіндеп өтіп кеткен, негізі былай футбол жоқ, иісі жоқ дедім. Балалар футбол жоқ дегеніңіз енді сәл ауырлау болып тұр ау негізі. Енді білмеймін енді кім қалай қабылдайды. Енді мен бәлкім анау Португалия деңгейімен қарағандықтан шығар, бәлкім. Салыстырмалы түрде. Енді бұл жерде де менің өзімнің командаларым бар ғой, ойнап жатыр. Хабарым бар. Арландар деген клуб, өзіңіз білесіз. Турнирге қатысып жатыр өткенде. Жан-жақтан филиалдар бәрі жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде қалай тыныс алып жатыр, оның бәрін көріп біліп отырмыз ғой. Енді бұл жерде жүйе қойылмаған соң. Оның жіптің ұшын ұстап, былай кете берсек, өзіңіз білетін, федерация басшыларына шейін кетеді. Балық басынан шіріп жатса. Енді оның төмендегі жағдай, білмеймін, түсінікті ғой барлығы. Қазақстан футбол федерациясымен осы бір арнайы жоба жасап, осы балаларды Португалияға апару мәселесі бойынша бір проект ойлап кіріспедіңіз бе? Кірістік қой әрине. Кірістік, айттық, талай. Оны 1-2 рет қана жаңағы әрекет жасап қоя салған жоқпыз ғой. Тынымсыз айтамыз, жазамыз, презентация ұсынамыз. Парламентте не бар жаңағы? Жұмысшы тобы бар. Сол жерде спорт жағынан мен өзім экспертпін. Барлық жақта бармын. Жұмыс жасап жатыр. Бірақ Қазақстандағының бір ерекшелігі, қай жерде жұмыс жасап, не істеп, не қойсаңыз да нәтижесі жоқ та. Осы. Әйтпесе бұл туралы өзімізше жаңағы... Неге нәтижесі жоқ сонда? Ешкім ойланбады ма? Оны кімге керек ондар? Кім қолдайды оны? Кімге керек? Мысалға, осы жерде өзіңіз білесіз, Түркия үкіметін мен оларды көндірдім. ТИКА деген. Олар бізге 2 жыл тынымсыз демеуші болды. Естуіңізде бар шығар? Бар, білем. ТИКА деген. Сосын мен ТИКАның басшысымен де жолықтым. ТИКА деген енді ол өте үлкен ұйым. Алаң салып беріңіздер дедім, үлкен база салып беріңіздер дедім. Сосын мен олардан қағаз алдым. Бүкіл демеушілік жасаймыз.
бәрін жаздырып алдым. Алаңды да салып береміз, бәрін салып береміз. Біз дайынбыз деп. Сонымен федерацияға барам, спорт министріне барам. Енді қараңыз, спорт министрі Ақтоты Райымқұлова, жаңағы алдындағы сотталып кеткен жаңағы. Одан кейінгі Маржықпаев, тынымсыз кіріп жатыр. Ербол Мырзабосыновқа да кіріп шығып, оған да айтып жатырмын. Бұрынғы федерацияның басшысы Жақсыбеков, оған да кіріп, Барменкулов сіз жанында болғанда мен де талай шулатып жаңағы, есігін ұрып, дауыс шығарып, болды ғой сол. Болды. Одан кейінгі кім еді? Омаров мысалға. Омаровқа да хабарласып, мен звондап, мен сөйлесіп. Давид Лореннен бәрі біледі. Бәрі біледі бұл туралы менің жасап жатқан нәрсе. Ешкім қолдаған жоқ. Тамаша, жалпы бір осы сұхбатымыздан бір ой келіп отырды қазір. Есіме түсіп отырды. Өткен жылы осындай Қазақстаннан кетем, шетелге ауысам, өмір сүру мәні қалмады. Бұл қазақ футболында жұмыс істеудің деп менде осындай бір тығырыққа тірелгем. Енді жас болдық, жаспыз ғой, енді әлі де сөйтіп қызды мен неше түрлі әңгімелер айттық қой. Бірақ мен түбі ойымда осы шетелге көшкенде Еуропаға барғанда бәрі Қазақстан сағынам, қайтып келуге тура келеді деген сияқты нәрсе ғой. Енді отан, жер қиып кету сәл қиындау маған. Содан кейін көп адам сұрайды ғой, қайда Еуропаның қай жағына көшпекшісіз дейді. Сол кезде бәрін айтатын Португалия деп. Енді білмейміз, сіздер бар, таныс адамдар бар. Өзі жалпы Португалияға да барып жүріп қой. Өте жылы, керемет мемлекет. Сосын мен ұнағаны ағылшын тілінде оп-оңай сөйлесе алады екен сол елдің азаматтарымен. Түсінікті ағылшын тілінде да. Мысалға енді Англияда, мысалға Уэльске барып, мысалға мен ағылшынша бір адам түсінбедім шын айтқанда. Олар да мен түсінбеді ой деймін деп сөйлей салады екен олар. Жаңа бір акценттері бар, ливерпульский акцент дейді. Бірақ Португалияда, сосын Словения, Словакиядағы ағылшынша сөйлеулері Еуропаның басқа мемлекеттерінде, ағылшын тілді емес мемлекеттерінде күшті екен да бізге. Сондықтан сондай мемлекет дұрыс шығар дедім. Оның үстіне футбол дамып кеткен, балаларымды футболға берсем де әйтеуір бір күшті мемлекет қой деп ойладым. Жалпы қалай қарайсыз, мен барсам осы Португалияға? Тағы да бір 2 ай Қазақстан футболын сынап кетіп қалсам. Жоқ, бұл мәселе былай ғой, мысалға былай қараған дұрыс та, ереге. Бәріміз өмірге бір рет келдік. Өмірде бір адамның өзінің миссиясы болу керек. Қызметін жаса. Ол мына жердің топырағы мен ар жақтың топырағының айырмашылығы жоқ. Ол ар жақта жүріп те қызмет жасай беруге болады. Қазақ футболына. Әрине, керісінше ар жаққа барып. Бұл жерде мынаны бірінші мақсат қылып қою керек. Бірінші, адам өзінің дамуына қызмет жасау керек. Мен қазақ футболының дамуына қызмет жасап жүрмін деп ойлаймын. Адам өзі дамыған соң барып қана ол міндетті түрде, автоматты түрде айналасына көлеңкесі түседі. Өзіңіз өсіп, жайып, өркендеп, жайқалып жатсаңыз, көлеңкеңіз түседі. Өзі-ақ ол автоматты түрде кетеді. Пазл сияқты өзіңіз отырады. Бірінші өзіңізді дамытып, оқып. Пазл жасаған пазл дейсіз ғой. Португалияға осы жақта мен бірақ сөз айтайыншы. Осы жақта қанша уақыт қала берсеңіз, сонша уақыт сіз жоғалтып жатсыз. Болды. Тамаша, керемет. Уақыт құр бекер жоғалтады. Ойлану керек. Негізі ойланатын тым жоқ. Негізі бар ғой, ойланса адам бар ғой. Көз қорқақ, қол батыр деген ғой. Адам қорқақтай береді. Мен де мысалға өзіңіз сияқты өмір сүріп жатырмын, осы қоғамда туып өстім, қорқақтадық. Мен жастарым бәріне айтамын, мен мына жақта құр бекер жүрсіңдер, қор болып жүрсіңдер. Айтам, бір 2-3 жыл барып келіңдерші Еуропаға. Таза ауа жұтып келуге болады ғой, сыртқа шығып. Келесің оны асықпа, 2-3 жылдан кейін. Қалып қоймайсың сен ол жақта. Ешқайда кетпейді. 100 жыл, 1000 жыл тұрған. Мына жерде адам үйреніп қалады да, комфорттан шыққысы келмейді. Зона комфорта ғой. Дұрыс айтасыз. Енді жалпы сіздің де, менің де осы өмірдегі миссиямыз қазақ футболына еңбек ету болсын. Солай ғой, енді соған еңбек етіп келе жатырмыз. Мен Қазақстанда, сіз шетте жүріп, қазақ футболының дамуына менен көбірек пайдаңыз тиюі мүмкін деген секілді ғой. Сондықтан бәріміз осы қазақ футболын алға жетелеуіміз керек деген ой
бүгінгі сұхбатымыздың да қорытындысы сол болсын. Португалия футболы туралы көп мәлімет білдік. Португалия ұлттық құрамасы туралы да айттық, Қазақстандағы балалар футболында айттық. Сізге бүгінгі сұхбатта. Мен ештеңе айта алмаған сияқтымын негізі. Сөйтіп елестейді өзі. Негізі біраз нәрсе айтып тастадық. Сұхбатымызда негізі 20-25 минут бола ма деп 1 сағатқа созылып кетті. Мінекей көрдіңіз. Сізге келгеніңізге рахмет. Бұл жерде былай не емес қой, былай как өзімен отырып былай әңгіме сұхбат сияқты ғой негізі. Иә, солай қараған дұрыс қой. Португалия Өзбекстан арасындағы матчты Фанбардан көреміз ғой, спорт барда. Құдай қаласа, тағы да сөйлесеміз. Қанша болатын бәрін айтып берейін ба деп. Сұхбатыңызға. Енді әлем чемпионы кім болады деп сұрасам артық шығар, Португалия дейтін шығарсыз. Тағы да кімдерді айта аласыз? Францияны айтуға болады. Франция мықты, Англия екеуі. Көреміз. Өзім атымнан қосып жүрмін ғой. Бірақ мына бір нәрсені сәл өзгерту керек сияқты. Жаңада енді отырдық қой ана жерде. Мен Барселона, Реал Мадрид, біреу Англия, біреу Португалия. Иә, Месси, Роналдо бітпейтін дау жаңа. Қазақ футболына не пайдасы бар соның? Соны айтамын десеңізші. Жоқ, Роналдо, анау Месси бәрімен қырылып жатады. Мынау Барселона, Реал Мадрид. Не пайда? Құр сөз дейсіз. Құр сөз, иә. Не пайдасы бар? Соны просто былай өз арамыз айта салыңызшы, не пайдасы бар? Ешқандай пайда жоқ. Дым жоқ, сол дым жоқ. Біз дауласа нәрсеге бас қатырып жүрмін, мен сол күлгім келеді ғой. Не үшін қажет сонда? Ол Реал Мадридке, сол Мадридте тұратындардың өзі өйтіп болеть етпейді ау деп ойлаймын кейде ше. Өзінің бір районы бар өзі, солар ғана болеть етеді, негізі шын айтқанда. Сондай қадірменді ағайын, енді айта берсек көп, бүгінгі сұхбатымызды осы жерден тамамдаймыз. Ал біздің осы сұхбатымыздың шығуына зор септігін тигізіп жатқан біздің фондағы достарымыз, олардың жалпы фон тим деген .kz сайты бар, олардың сілтемесі осы видеоның астында комментарий бөлімінде тіркеліп тұрады. Басып көрсеңіздер болады, басып көрмесеңіздер де таңдау өз еріктеріңізде. Сіздер үшін бүгінгі сұхбат жүргізген мен Ермұхамет Мәулен. Келесі бағдарламада жүздескенше сау, сәлеметте болыңыздар.